Ассаламу алейкум, аяулы дін қардашлар, өрметлі ноғай халқым. Бұндай сыйлы Рамазан айда Ноғай районда халқымыз үлкен сынауға түсті. Ноғай районның ерлерін басқа районларға бөліп бермеге ниетленіп тұрлар. Біз білеміз, бәр яманлық та, бәр яқшылық та, бәр Аллаху Тааладан. Аллаху Таала Құранда айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер сіз шүкір етсеңіз, мен берген берекетке дейді. Мен сізге ол берекетті арттырармын деп айтады Аллаху Таала бізге. Егер біз аяулы ямаат берілген берекетке шүкір етпесек, қолланмасақ, дінімізді ұмытсақ, шариаттың жолынан шықсақ, сол заман Аллаху Таала бізді берекеттен де айырады. Біз ноғайлардың тарихын ақтырып қарасақ, біз онда көреміз. Заманда ноғайларда сыйы да, өрметі де болған, үлкен ері де болған. Бүтінде терең қас қарасақ, ноғайлардың өздерінің дәулеті де болған. Неге десе, ол заман біздің халқымыз, біздің ата-бабаларымыз, олар дінге мұқаят болған. Аллаху Таала берген берекетке шүкір етіп, қолана там болған. Бір-бірісімен тыпақ болған, бір-бірісіне көмек етіп, ярдам етіп, сөйтіп таза яшау жүргізетін болған. Соға көре Аллаху Таала сондай берекет, еркінлік беріп қойған болған біздің ата-бабаларымызға. Әл 14-ші үйінде Ноғай район Терекіл мектеп ауылында үлкен жиын болайық. Сонда әрбіріміз келмеге шалыспай керекміз. Юқларымызды, ауылдастарымызды, таныстарымызды шақыру керекміз. Өзіміздің ерлерімізді, өзіміздің тілімізді, өзіміздің әдетлерімізді сақлама керекміз. Тек шариаттың жолынан біз шықпай керекпіз. Емді біріншілей біз Аллаху Таала таваккул ету керекміз. Аллаху Таала таваккул етіп, өзіміз шалсақ, Аллаху Таала иншаллаху рахман ызын оңлатар. Бұл жиынға біз келгенде әрбіріміз шалыспай керекміз, Аллаху Тааланың разылығын алма. Бұл сыйлы айда Аллаға өрмет етіп, ораза тұтай тұрғанларға өрмет етіп, ішпей, тартпай, ораза тұтпай тұрғанлар, тұтпай тұрған білдірмей, сөйтіп жүрсе, бек әрі олар. Неге десе, бәріміз де білеміз, бәрі затты Аллаху Тааланың қолында. Егер біз Аллаху Тааланың ашуынан шықсақ, Аллаху Таала біздің еткен амаларымызды, тілеген тілеклерімізді қабыл етпей қоймауы. Соға көре ямаат тіліміз үшін, еріміз үшін, халқымыз үшін, дініміз үшін еналып, сол сұрауды бір яққа еғайық, иншалла.